Саламатсыздар ма? 537 есеп. Бірінші есебі. Жақсы. Берілген жазып алайын. Так, бұл есепті шығармас бұрын бірінші жақшаны үшін орындап аламыз. Ортақ бөлімге келтіреміз. 6-дан мынаны 3-тен береміз. 3 бүтін 1-ді 6-ға көбейтем 6, 6-ны 3-ке көбейтем 18. Қосу 5 бүтін 3-ті 1-ге көбейтем 3, 3-ті 6-ға көбейтем 18. 3-ке 5-ті қосам 8 болады, 18. 6-ға 3-ті қосам 9 болады. Дәл осы жерден қысқартып алсам да болады. Былайда 8 бүтін 9-ты 9-ға бөлемін 1, 18 9-ға бөлемін 2. Бұны аралас санды бөлшекті жай бөлшекке айналдырып аламын. 2-ні 8-ге көбейтем 16, оған 1-ді қосам 17 бөлінген 2 болады. Так, мынаны қысқарттым. 1 болу үшін 9-ға бөлдім. Мынаны 18-ді 9-ға бөлдім. Былай шықты. Екінші, осы шыққан мәнді 5-тен 2-ге көбейтемін. 17 бөлінген 2 көбейтілген 5-тен 2. Так, көбейтемін. 2-ме 2 қысқарып кетеді. 17 бөлінген 5 қалады. Үшінші, мына жақшаны орындаймын. Ортақ бөлім келтіру үшін 10 болу керек бөлшектің бөлімі. Ол үшін мынаны 5-ке көбейтем, мынаны 2-ге көбейтем. 1 бүтін 1-ді 5-ке көбейтем 5, 5-ті 2-ге көбейтем 10. 2-ні 2-ге көбейтем 4, 2-ні 5-ке көбейтем 10. Яғни 1 бүтін 5-тен бүтін бөлігі өзгеше жазылады. 5-тен 4 алам 1 болады. Бұл деген сөз жай бөлшек айналдырсам 11 болады. Яғни 10-ды 1-ге көбейтем 10, оған 1-ді қоссам 11 болды. Төртінші, мына тұрған бөлу амалын орындаймын. Осыған бөлемін мынадан шыққан санды. 2 бүтін 4-тен 3 бөлінген 10-нан 11. Яғни 4 2-ге көбейтем 8, оған 3-ті қоссам 11. Көбейтемін. Мынаны кері бөлшек айналдырам. 11 мен 11 қысқарады, 10 бөлінген 4 болады. Бұны 2-ге қысқартып тастаймын. Так, мына 5, мынауымыз 2 болды мына. Енді 5-ші жолымыз мынау біріншіден шыққан мәннен мына шыққан мәнді азайтып тастаймын. Бұлымыз 17-тен 5 еді. Азайтамын 2-ден 5-ті. Ортақ бөліміз 10 болады. Мынаны 2-ге көбейтем, мынамыз 5-ге көбейтем. Так, 17-ні 2-ге көбейтсем 34 бөлінген 10. Азайту 25 бөлінген 10 болады. 34-тен 25-ті азайтамыз. Так, 9 болады. 9 бөлінген 10. Жауабымдай шықты есеміз. Яғни мына жерге жауабын жазып қоямыз. 9 бөлінген 10 деп. Енді екінші есебі. Так, бұны дәл солай бірінші жақшаны үшін орындап аламыз. Так, ортақ бөлім бәрі ортақ бөлімге келтіру үшін ортақ бөлім бәрі 72 болады. Яғни мынаны 9-ға көбейтем, мынаны 8-ге көбейтем, мынаны 18-ге көбейтем. Тең болады. 9 бөлінген 72. Қосылған 16 бөлінген 72, азайтылған 18 бөлінген 72 болады. Мына бір бөлшектің алымын алып, қосып азайтып жасам. 72-ні өзін жасам. Яғни бөлшектің бөлімдері бірде болғандықтан 72 санын бір өзін ғана жасам. 9-ға 16-ны қосам 25,
25-тен 18 азайтам. Так, 7 бөлінген 72. Екінші, осыны 5,7-тен 1-ге көбейтем. 5,7-тен 1-ге. Мынаны жай бөлшекке айналдырып аламын. 35, 36 болады. 7 мен 7 қысқарып кетеді. 36 бөлінген 12, бұның өз қысқарады 3-ге. 36 мен 12 бөлсеңіз 3 болады. Үшінші, мына жақшаны үшін орындаймын. Так, ортақ бөлімдер 18 болады. 18 болу үшін 2-ге көбейтем, алымнан бөлім, мынаны 6-ға, мынаны 3-ге көбейтем. 7-ні 2-ге көбейтем 14, 18, 2-ні 6-ға көбейтем 12, 6-ны 3-ге көбейтем 18. 3-ті 1-ге көбейтем 3, 3-ті 6-ға көбейтем 18. Тең болады. Бөлшектің бөлімдері ортақ бөлімге келді. Мынаны бір бөлшектің алымына азайтып қосып жасам. 14-тен 2-ні алам 2, 2 3-ті қосам 5. Бөлінген 18. Ал енді осы шыққан мәндерді ең соңғы амал бөлу амалы орындаймын. Мынадан шыққан амалымыз 3-ге тең болып бөлемін 5,18-ге. Ал 3 жазылады, мынау кері бөлшекке айналады. Мына жерде мынау 72 мен 12 деп жазып қойып, мынау 72 болады. Мынау 72 болады. Сонда 36 бөлінген 72 болса, 36-ны 36-ға бөлем. 36-ны 36-ға бөлсем 1, бөлінген 72-ні 3-ке бөлетін болсам, 36-ға бөлетін болсам, қысқарту барысында 2 болады. Сонда мына жеріміз 1 бөлінген 2 болады. Мына жеріміз 1 бөлінген 2 болады. 2-ден 1 болады, 2-ден 1. Осыны 18-ден 5-ге бөлетін болсақ, 2-ден 1 өз жазылады да, көбейту. Мынау кері бөлшекке айналады. 18 алымына 5 бөліміне түседі. Сонда 18 болып тұр. Мына жерде 2 көбейтілген 5 қой. 18 2-ге қысқарады да, 18-де 2-ге бөлем, сонда 9 болады алымында, бөлшектің бөлімінде 5 қалады. Бұны санды бөлшек түріне жазатын болсақ, 1 бөлінген 5-тен 4 болады. Енді осы мына түрде жазылады. 5-ті 1-ге көбейтем 5, оған 4-ті қосам 9 міне шықты. Жауабы 1,5-тен 4. Жауабында шықты есебіміз. Әрмен қарай. Енді 558 есеп шығарайық. Бірінші, 3 бөлінген 4 берілген жазылық. Бірінші мына есепті қалай шығарамыз? Теңдеу шығару керек екен. Ол үшін мына бөлшекті бөлу ретінде жазып аламын. Мына бірінші алымны өскенше жазылады, бөлу болады, жақшыға аламын. Мына түрде жазып алдым. Енді теңдіктің бір өз жазылады да, мына теңдіктің сол жағындағы сандарымыз оң жағына өткенде минус болып өтеді. Бұны өз алына шығарып алайық. Теңдеп жалғастыра берейік. Бұны шығару үшін 3-тен береміз. Бөлшектің бөлімде 1 бар деген сөз. Ол 3 1-ге көбейтеді, астындағы 1-ге көбейтіледі. Мына 3-тен 2 болады. Бұдан ортақ бөлім дайын тұр 3 болып тұрды. 3-тен 2-ні аламыз, 1 бөлінген 3 болады. Әрмен қарай 3 бөлінген 4 бөлу. Мына 1 мен 2-сінің арасында көбейту бар деген сөз, бірақ оны жазылмайды, біз бірақ білеміз көбейту бар екен. 1 бөлінген 3 болды. Енді мына жақшаны үшін өз алына жазып аламын. Енді мына 1-ді x-ға көбейтіп жазылайын. X бөлінген 3 болады, олай да жазуға болады, тең болады. Енді бөлшек және бөлу болғандықтан 3 бөлінген 4-ті өз алдына жазамын да, оны бөлемін 3-тен 1-ге. Бұны әрмен қарай жалғастырсам да болады. 4-тен 3 болады да, мынау кері бөлшек айналады. 3 алымына бөлшектің бөліміне 1 түседі. Бұл тең болады да, 9 бөлінген 4 болады. Ал енді x бөлінген 3 тең 9 бөлінген 4. Мынау теңдіктің сол жағында орналасқан, қосу болса
минус болып өтеді. Бұл тең болады 4 9-дан 1-ді аламын. 8 бөлінген 4, 8-ді 4-ке бөлсем 2 болады. Одан x бөлінген 3 тең 2 болды. Әрмен қалай? X тең болады да 2-ні мына бөлу болғандықтан бөлу. Так, бөлу болғандықтан 1 бөлінген 3 болып түседі. Себебі мына жерде 1 бөлінген 3-тен 1 x қой, сол себептен 3-тен 1 болады. Бұл тең болады 2 көбейтіледі. Мынау 3 бөлшектің алымына 1 бөлшектің бөліме түседі. 1 бірақ жазылмайды. Бұдан тең болады 6-ға. Міне. Тексерейік. Тексеру барысында біз теңдіктің мына жерге қойып тексерсек те болады. Мына жерге қойып тексерсек те болады. Мына жерге қойып тексерсек те болады. Мына жерге қойып тексерейік. 3 бөлінген 4, 3-тен 1 көбейтілген 6 қосу 1 бөлінген 4. Қосу 3-тен 2 тең 1. Ал енді орындайық осыны. Так, 6, 3. 6 бөлінген 3 қосылған 1 бөлінген 4. Қосу 3-тен 2 тең 1. 3-тен 4 бөлінген мынаны ортақ бөлімге келтіріп аламыз. Ортақ бөліміміз неш болады? 12 болады. Мынаған 4-тен берем, мынаған 3-тен берем. Ал жерде 4-тен 24 қосу 3-ті 1-ге көбейтем 3 болады. Так, қосу 3-тен 2 тең 1 дейді. 3 бөлі 4 көбейт бөлінген 12 27. Қосу 3-тен 2 тең 1. Мұна қосу бөлу амалы кезінде бірінші бөлу амалын орындаймыз. 3 бөлінген 4 көбейту 12 бөлінген 27. Қосу 3-тен 2 тең 1 дейді. Так, қысқарады, 4 пен 3 қысқарады. 3 болады. 3 пен 27 қысқарады. Немесе бітекші 12-ні 4-ке бөлек 3, 3 пен 3 көбейтіліп 9 бөлінген 27 қосылған 3-тен 2 тең 1 болады. Мына жерде 9 пен 27-ні қысқартып жіберсек те болады. Немесе ортақ бөлім 27 ма? Мынаған 9-дан көбейтейік. 9 қосылған 18 бөлінген 27 тең 1. 18-ге 9 қоссаң 27, бөлшек 27 тең 1. 1 тең 1-ге тең болды. Дұрыс екен. Тексердік. Дәл осылай. Екіншісін тексерейік. Шығарайық екінші есепті. Екінші есебі 5 бөлінген 6, 1 бөлінген 4x, азайту 7 бөлінген 12. Азайту 2-ден 1 тең 3 бөлінген 14. Так, дәл осылай бағанағы жолмен шығарамыз. Бөлу деп жазып аламыз. Мына x-ті сразу 1-ге көбейтіп, x бөлінген 4 деп жазамын. Азайту 2-ден 1 тең 3 бөлінген 14. 5 бөлу 6. Тең 3 бөлу 14 қосу 1 бөлу 2. Ортақ бөліміміз 14 болады. Мынаған ортақ көбейткіш 7 болады. 3 қосу 7. Бөлшектің бөлім сразу 14 деп жазсайық. 10 бөлінген 14. Бұның өзін қысқартайық. 2-ге қысқартайық. 5 бөлінген 7 болады. Есеміз оңай болу үшін. Так, әрмен қарай. Енді 5 бөлінген 6. 5 бөлу 7. X мына жақшаны өз алдына жазып аламыз. Тең дейміз да. 5 бөлінген 6 бөлінген 5 бөлінген 7. Енді бұны кер бөлшек айналдырамыз. 7 алымына бөлшектің бөліміне 5 түседі. 5 пен 5 қысқарып кетеді. 7 бөлінген 6 қалды. Әрмен қарай x бөлінген 4. Осыдан x бөлінген 4 табайық. 7 бөлінген 6. Мұна минус, мұна шығып өткенде қосу болып өтеді. Сразу ортақ көбейткіш мынаған 2-ден береміз. X тең деп жалғастыра берейін. Немесе бүйтіп жалғастыра салайын. 14 бөлінген 12 қосылған 7 бөлінген 12. X тең 4 тең мына үйге қосылып, 14-ке 7-ні қоссаңыздар, қанша болады? 21 болады. Оны қысқартып жіберуге болады. Нешке? 3-ке қысқартам. Мынау 7, мына бөлінген 4 болады. Соны мына жерге жазып қояйын. Осыдан x табам. X табу үшін 7 бөлінген 4 бөлемін. Так, 1 бөлінген 4-ке. Себебі мына x-ның алдында 1 бар деген сөз.
сол мына жаққа бөлу болып өткенде 4-те 1 болып өтеді. Бұл тең болады 7/4 көбейтілген, мына кері бөлшек айналады. 4 пен 4 қысқарады, 7 қалады. X тең 7. Міне бұл да жауабымда шықты. Тексеремін дейтін болсаңыздар, мына жерге қойып, бағана бірінші есепте үйреткендей, мына жерге 7-ні қойып, мына жерге 7-ні қойып, есептесеңіздер 14-тен 3 шығады. Ол тексеруді өздеріңізге қалдырайын. Үйреніңіздер шығарып, оқушылар. Енді 659 шығарып көрсетейік. 659 есептің біріншісі, мынау есептің берілгені тең деп қойдық та. Бұл есепті шығару үшін бірінші бөлшектің алымы, мына бөлімі деп аталады. Бөлшектің алымымен жұмыс жасаймыз. Ол үшін былай етіп жазып аламын. 1-ден бөлуден әрмен қарай 1 бөлудемін, мынаны ортақ көбейтішке көбейтеміз. Мынаны 3-тен, мынаны 4-тен. 9 бөлінген 12 азайту 8 бөлінген 12 болады. Бұдан 1 бөлу болады, 12, 9-дан 8 аламыз, 1. 1 көбейту болады, мына 12 алымына шығады. Кері бөлшек айналады дегеніз 12 алымына шығады, бір бөлшектің бөліміне алады, бірақ ол 1-ді жазбасақ та болады. Сонымен 12-нің өзі қалады. Екінші жолымыз. Екінші жолда бөлшектің бөліммен жұмыс жасаймыз. Дәл осылай. 6 бөлінген деп бөлу амалы түріне жазып аламын. Бөлу деймін. Мынаны ортақ көбейтішке бөлімге келтіру үшін 2-ге көбейтемін. Бірінші бөлшек өзгеше жазылады. Мына 6 бөлінген 10 болады. 6 бөлу 9 6-ны қосам. 15 бөлінген 10. Бөлшектің бөлімдері бірде ортақ бөлімге келді ма, 1 10-ды ғана жазам. 6 көбейту 10 алымына 15 бөлшектің бөліміне түседі. Бөлуді көбейту ережесі бойынша осылай жасамыз. 60 бөлінген 15 болды. 60 пен 15-ті қысқартуға болады. 5-ге қысқартуға болады. 60-ты 5-ге бөлсем 12, 15-ті 5-ге бөлсем 3 болады. Енді ең соңғы жолымыз мына бөлшектің алымындағы шыққан мәнді 12-ні. Мына үлкен бөлуді бөлудемді 12 бөлінген 3-тен. Бұдан 12 болады, көбейтілген 3 алымына 12 бөлшектің бөліміне түседі. 12 мен 12 қысқарып 3 қалады. Міне жауап 3. Шықты. Енді осының екінші есебін шығарайық. 6-59-ның екінші есебі. 6-59-ның екінші есебі. Бірінші мына үлкен бөлшек алымын орындап аламыз. Мына түрде жазып аламын. 7 бөлінген. Мынаған 3-тен беремін, мынаған 4-тен беремін. Бөлшектің бөлімдері 24 болу үшін. 24 бөлшектің бөлімі 1-де, 3-ке 4-ті қосам, 7 болды. Енді бөлу амалын орындаймын. 24 алымына 7 бөлшектің бөліміне. 7 мен 7 қысқарады, 24 қалады. Екінші, бұл үлкен бөлшектің бөлімімен жұмыс жасаймын. Екінші. 2 демін, бөлу, 1 бөлінген 3, азайту, 1 бөлінген 9. Тең. 2 бөлінген, әрине мына жерге 3-тен берем. Ортақ бөлім 9 болу үшін. 3 бөлінген 9, азайту, 1 бөлінген 9. Тең. 2 бөлу, 3-тен 1-ді алам, 2, 9-ның өзін жасам 1 дестем. 2 көбейту 9 бөлінген 2. 2-мен 2 қысқарып кетеді. Біріншідегідей 9-ның өзі қалады. Енді үшінші, мына үлкен бөлшек бөлімнің бөлшектің алымы нешеге тең болды? 24-ге. Екінші бөлшектің бөлімі 9-ға тең болды. Соны бөлемін былайдан. Орындарын апарып қоямын. 2-ден 2/3-тен 1 болады. Бұл бөлшектің бөлімдері әртүрлі сан ғой, бірдей сан болу үшін оны ортақ бөлімге келтіреміз. 9 ба? Яғни мынада 9 болу керек. Онда мынаны 3-ге көбейтемін. Алымында бөлімде 24 бөлінген 9 қосылған 2 бүтін, 3-ті 1-ге көбейтеміз, 3-ті 3-ге көбейтем, 9 болады. Бұдан 2 бүтін 9, мынау 24-ті 3-ке қосылады, 27-ні береді. Бұл деген сөз 27 9-ға бөлініп тұрды. Бұл деген сөз 2 қосу 27-ні 9-ға бөлсең 3-ке тең болады. 2 қосу 3 5-ті береді. Мына жерде сәл түсіндіріп жіберейін сіздерге. 2/9-дан 27 дегеннің ары қарай ықшамдаймыз. 2 деп жазып қоямын да бүтін бөлігім. Арасын қосу қыламын. Неге? Себебі 27-ні 9-ға бөліп жатырмын. 27 9-ға бөлінеді. 3-тен ғой. 3-де 9-ның 27 ме? Яғни 27 9-ға бөлсең 3 болады. Бірақ бүтін бөліктен кейін қосу амалы орындалады да 2 мен 3 қосылып 5-ті береді. Ал бұндай тәсілмен шығармайын, басқа тәсіл шығарам дейтін болсаңыздар, 9-ды 2-ге көбейтіп, оған 27-ні қосасыздар.
Сонда 45 шығады. 45 9-ға бөлсеңіздер 5 шығады. Оның да екінші ол тәсілде көрсете салайын сіздерге. Міне, мынау аралас санды бөлшекті жай бөлшекке келтірейік. Ол үшін 9 2-ге көбейтем 18 болады. 18-ге 27-ні қосамын. Әрине 45 болады. Міне. 45-ті 9-ға бөлсеңіз 5-ге тең. Қалаған тәсіліңізбен шығарсаңыз да болады. Мына жерге 5 деп қоямын. Екінші есебіміз аяқталды. Енді үшінші есебіне келейік. Үшінші есебі 1 қосылған 2-ден 1 қосу 4-ден 1. Ойбай, мынаның астында 3 жазылады екен. Бұның астында үлкен бөлшек бар екен. 1 азайту дейді, бөлшек дейді. 3-ден 1 қосу 1 бөлу 2, мына жер 5 дейді. Міне. Мынандай бөлшек бар екен. Яғни бұл бөлшек, мынау плюсіміз мына жерге жазылады. Бөлшектің жанына жазылады. Мына біріміз мына жерге жазылады. Қателеспей кетпейік. Міне, осыны шығаруымыз керек. Бұны орындау үшін бірінші үлкен бөлшектің алымымен жұмыс жасаймыз. Бірінші 1 қосу. Яғни мынаны өзгенше жазып аламын. Так, 2-ден 1 қосылған 1 бөлінген 4, мына бөлу 3 болады. Бұны орындау үшін 1 қосуды өз алдына жазып аламын да, жақшаны үшін орындаймын. Мынау 4-пе ортақ бөлім, яғни 2-ні 2-ге көбейтсем 4 болады. 2 бөлінген 4 қосу 1 бөлінген 4 бөлу 3 тең 1 қосу 4-ні жазылады, 2-ге 1-ді қосамыз 3. Мына жерде бөлу 3 болып тұр. Бірінші қосу амалы орындалма, бөлу амалы, әрине бөлу амалы орындалады. Ол үшін 1 қосу деймін да, 4-тен 3 өзгенше жазылады да, мынау бөлуді көбейтуді жазып, мынаны кері бөлшек айналдырамын. Кері бөлшек деген сөз бөлшектің алымына 1, 3 бөлшектің бөліміне түседі. Сонда 3 пен 3 қысқарады, 1 қосу 1 бөлінген 4 қалды. Бұны әрмен қарай шығаруымыз керек. Яғни әрмен қарай шығару үшін 4-тен берем. Ортақ бөлімге келтіру үшін 1-ді 4-ге көбейтем 4, мынаның астында 1 бар деген сөз 4 қосылған 1 бөлінген 4. 4, әрине не болады? 4-ге 1-ді қоссақ 5 бөлінген 4 болды. Біріншіміз кетті. Ал енді екіншімізді орындайық. Екінші 1 азайту, тура жаңада орындаймыз. Бөлу 5. 1 азайту, мынау ортақ бөлімден мынаған 2-ден 3-тен береміз. 2 бөлінген 6 қосу 3 бөлінген 6 бөлу 5 тең 1 азайту 6, 3-ге 2-ні қосамыз 5 болады. Бөлу 5. 1 азайту 5 бөлінген 6 көбейтілген 1 бөлінген 5 болады. Тур жаңағыдай ғой. Бөлу кері бөлшек айналады, былай жазылады. Тең болады. Тең 1 азайту 5 пен 5 қысқарып кетеді, 1 бөлінген 6. Онда 6-тан береміз. 6 бөлінген 6 азайту 1 бөлінген 6. 6-тан 1-ді аласын 5 бөлінген 6 болады. Әрмен қарай. Енді мына үлкен бөлшегіміз бар ғой, мына тұрған, көрініп тұр сіздерге, соның алымына шыққаны мынау. Екінші бөлшектікі мынау. Соны бір-біріне бөлім. 5 бөлу 4 бөлу деп жазамын бөлшекті. 5 бөлу 6 деймін да. Бірінші бөлшектің алымындағы сан өзгенше жазылды. Көбейту 6 бөлінген 5. 5 пен 5 қысқарады, 6 бөлінген 4 қалады. Ал бұны аралас санды түрінде жазу үшін немесе бұны қысқартамын 2-ге. Қысқарту дегеніз алымда бөлімді бірдей санға бөлу деген сөз. Алдын 2-ге бөлім. 3, 4-ті 2-ге бөлім 2. Бұл 1 бөлінген 2-ден 1 болады. Міне. 3-ті 2-ге бөлсем 1-ден берем. Мынау 1 деген қалдық жазылады. Мынау жай бөлшекті аралас сан түрінде жаздық. Жауабы да осы. 1 бөлінген 2-ден 1 екен.